Америкаға барамыз деп ойлаған нигериялықтар. Бірақ 14 күннен кейін мүлде басқа құрлыққа тап болды. Елестетіп көріңіз. Сіз қараңғы түнде алып жүк кемесінің астында жасырындыңыз. Алдыңызда мыңдаған шақырым мұхит жатыр. Жаныңызда бірнеше бөтелке су мен аз ғана азық-түлік бар. Егер біреу байқап қалса, сапарыңыз сол жерде аяқталады. Ал байқамаса, сіздің тағдырыңыз қайда апаратынын өзіңізге де белгісіз. Бұл кино емес, бұл 2023 жылы болған шынайы оқиға. 4 нигериялық жігіт жақсы өмір іздеп өмірлерін бәйгеге тікті. Олар Америкаға немесе Еуропаға жетеміз деп ойлады. Бірақ 2 аптадан кейін көздерін ашқанда олар мүлде басқа құрлықта Бразилияға келгенін білді. Бұл қалай? Бүгін осы таңғаларлық оқиғаны толық баяндаймыз. 2023 жылдың шілде айы. Нигерияның ең ірі қалаларының бірі Лагос. Миллиондаған адам тұратын бұл қалада жұмыссыздық, кедейлік және әлеуметтік қиындықтар көп. Көптеген жастардың арманы біреу ғана еді. Қалай болса да Еуропаға немесе Америкаға жету. Себебі олар ол жақта өмір әлдеқайда жақсы деп сенеді. Осы арман 4 азаматты адам сегіз тәуекелге итермеледі. Олар Лагос портында тұрған алып жүк кемесін байқады. Бұл кеме Атлант мұхитын кесіп өтетін халықаралық рейске дайындалып жатқан болатын. Олар кемеге билет сатып алған жоқ. Құжаттары да жоқ. Олар заңсыз түрде кеменің ең қауіпті жеріне жасыруды шешті. Бұл жер кеменің артқы жағындағы алып рульдің үсті еді. Яғни штурвал корабля. Руль су астында орналасады, бірақ кеме тоқтап тұрғанда оның үстіне шығуға болады. Алайда кеме қозғалғаннан кейін бұл жер үнемі теңіз суының астына қалып, алып толқындардың соққысына ұшырайды. Көп адам мұндай жерде бірнеше сағатта шыдай алмайды. Ал бұл 4 адам 2 апта бойы сонда отыруға мәжбүр болды. Кеме қозғалды, алғашқы сағаттарда барлығы қалыпты көрінді. Бірақ көп ұзамай мұхиттың нағыз мінезі басталды. Толқындар кейде бірнеше метрге дейін көтеріліп, оларды қайта суға батырды. Қатты жел денелерін мұздатып жіберді. Күн шыққанда аптап ыстық күйдірсе, түнде суықтан дірілдеді. Олар құлап кетпес үшін осы отырған жерлерін тор сеткамен орап алған болатын. Олар ұстап отырған темір сыранақ болатын. Bir сәт қолдар тайып кетсеші. Мұхитқа құлап, ешкім байқамай жоғалып кетуі мүмкін еді. Сондықтан олар тәулік бойы темірге жабысып отырды. Ұйықтау мүмкін емес еді. Кезектесіп көз ілгеннің өзінде бір қолмен темірден айырылған жоқ. Өздерімен бірге алып шыққан аз ғана азық-түлік бірнеше күнде таусыла бастады. 10-шы күн өткенде іске басар дымда болмады. Артынша су да бітті. Алда әлі белгісіз күндер күтіп тұрды. Шөл адамды әлсіретеді, басын айналдырады, ойлау қабілеті төмендейді. Бірақ жаңбыр да жаумады. Кейін олардың айтуынша, өмір сүру үшін кейде теңіз суын ауыздарына алып, аздап жұтуға мәжбүр болған. Теңіз суы шөлді баспайды. Керісінше, ағзаны одан әрі құрғатады. Бірақ үміт үзілген кезде адам кез келген амалға барады. Күндер өтеді. 1-ші күн, 2-ші күн, 5-ші күн, 10-ші күн. Олар қайда бара жатқанын білмейді. Кеменің бағыты көрінбейді. Интернет жоқ, байланыс жоқ. Тек мұхит, шексіз көкжиек және аман қалуға деген үміт. Олардың ойынша кеме солтүстік Америкаға немесе Еуропаға бет алған. Сондықтан әр күн сайын межеге жақындап келеміз деп сенді. Бірақ шындық мүлде басқаша еді. Шамамен 14-ші күні кеме баяулай бастады. Бұл олардың құрлыққа жақындағанның белгісі болатын. 4-еуі де қатты қуанды. Америкаға жеткен шығармыз. Мүмкін Португалияға шығар. Әлде Испания ма екен? Олар әртүрлі болжам айтты. Бірақ бірнеше сағаттан кейін порт қызметкерлері оларды байқап қалды. Құтқарушылар келіп әлсіреген 4 азаматты кемеден түсірді. Олар жерге әрең аяқ басты. Денелер әбден қажыған еді.
Сол кезде күтпеген жаңалық айтылды. Сіздер Бразилиядасыз. Оларға ешкім қош келдіңіз демеді. Алғашында олар сенбей қалды. Өйткені өздері Америкаға емес, Еуропа емес, Бразилияға келгендеріне сенер-сенбес болды. Кейін ғана бұл елдің оңтүстік Америкадағы Бразилия екені түсінікті болды. Яғни олар мүлде басқа құрлыққа келген еді. Жүк кемесі Атлант мұхитын кесіп өтіп, Бразилияның Витория портына тоқтаған. Жалпы жүріп өткен шамамен 5600 шақырым болатын. Бұл адам сенгісіз сапар. Ең таңғаларлығы, олардың төртеуі де аман қалды. Құтқарушылар мұны үлкен сәттілік деп бағалады. Өйткені мұндай жағдайда адамдардың тірі қалуы өте сирек кездеседі. Кейін журналистер олардың бірімен сұхбаттасты. Ол сапардың өмірдегі ең қорқынышты кезең болғанын айтты. Әр толқын келген сайын теңізге құлап кетеміз деп қорыққан. Ұйықтай алмаған, тамақсыз қалған, сусыз қалған. Бірақ бәрібір үмітін үзбеген. Кейін олардың екеуі Нигерияға қайтаруға келісті. Ал қалған екеуі Бразилияда босқы мәртебесін сұрап, сол елде қалуға өтініш берген. Олардың кейінгі тағдыры әртүрлі өрбіді. Бірақ бұл оқиға бүкіл әлемге үлкен сабақ болды. Жақсы өмір іздеу табиғи нәрсе. Алайда кейде адамдар сол арманы үшін өз өмірін қатерге тігеді. Кейбірі діттеген жеріне жетпейді, ал кейбірі мүлде басқа тағдырға тап болады. Бұл 4 нигериялық тарихы үміттің, тәуекелдің және адам төзгісіз сынақтың тарихы. 2 апта бойы мұхиттың ортасында алып кеменің рулінде жабысып отырып, тірі қалу кез келген адамның қолынан келе бермейтін ерлік. Бірақ олардың бұл әрекеті өте қауіпті, әрі заңсыз болғанын атап кету керек. Осындай сапарлардың көбісі өкінішке қарай қайғылы аяқталады. Ал бұл оқиға сирек кездесетін аман қалудың мысалы. Егер сізге осындай таңғаларлық шынайы оқиғалар қызықты болса, видеоға лайк басып, арнаға жазуды ұмытпаңыз. Келесі шығарылымда тағы бір адам сенгісіз, бірақ өмірде болған оқиғаны бірге талдаймыз.